Қайырлы күн, студия көрермендері. Қазақ руханиятының толағай тұлғасы, ұлы ақын, әлемдік деңгейдегі ойшыл Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы тағылым студиямыздың басты тақырыбы болмақ. Олай болса, сұхбатымызды бастайық. Студиямыздың қонағымен таныстырып өтейін. Бүгінгі қонағымыз республикаға белгілі тренер Жұмагүл Балтабайқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Абай шығармаларындағы тағылым ерекше тылсым, таптырмайтын құндылық, адамзатқа берілген теңдессіз сый. Жұмагүл Балтабайқызы, Абай шығармаларындағы тағылымды өз тәжірибеңізде, семинарларыңызда қалай қолданып жүрсіз? Абай шығармалары мотивация бола ала ма? Әрине, Абайдың сөзі ақылдың көзі. Абайдың қара сөздерін пайдаланбайтын адам жоқ шығар. Мен де өзім тренер ретінде мұғалімдерге әр жұмыстарыңызда, әр сабақтарыңызда Абайдың қара сөздерін жүйелі түрде қолданыңыздар деп ұсыныс жасаймын. Қараңыздаршы, мысалы, Шульман өзінің тұжырымдамасында мұғалімнің үш көмекшісі бас, қол және жүрек болу керек деп айтқан болса, ал біздің ғұлама ақынымыз Абай Құнанбайұлы адам бойында ақыл, қайрат және жүрек болса, осындай қасиеттер адам ең ақылды, ең бай және ең дана адам деп есептелген деп тұжырымдаған. Шульман іліміндегі негізгісі бас, яғни мұғалімнің теориялық білімі болса, екінші негіздемесі ол осы теориялық білімін тиімді қолдана отырып, әдіс тәсілдерді тиімді қолдану барысында жақсы жоспарлы түрде сабаққа дайындалып келіп, мен бүгінгі сабақта оқушыға нені үйреттім және сабақ барысында оқушыларға неге, қашан, қалай, егер бұлай болса қалай болар еді деген сұрақтарға өздерінің пікірлерін жүйелі түрде айтып, толық жауап бере алатындай қылып ұйымдастыра алса, бұл сабақ әрине өте құнды сабақ болар еді. Және үшінші негіздемесі ол жүрек. Жүрек дегеніміз әр оқушының жүрегіне жол таба біліп, жаңағы құрған сабағының барысында тақырыпты ашатын тапсырмаларға, дескрипторларды, оқушылардың деңгейін, олардың ерекшеліктерін ескере отырып, бүгінгі сабақ барысында мен қай деңгейде, қалай жұмыс жасадым деген кері байланыс жасай алатындай қылып, әр баламен жұмыс жасай алатын болса, бұл әрине үлкен жетістік болар еді. Абай атамыздың ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген қасиеттері әр ұстаздың бойынан табылып жатса, біз жақсы керемет шәкірттер тәрбиелейміз деген ойдамын. Жұмагүл Балтабайқызы, Абай студиясына келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Құрметті әріптестер, Абай шығармаларындағы тағылымды сіздер өз тәжірибелеріңізде қалай қолданып жүрсіздер?